Каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге сметанник пирогын дайындайтын боламын. Алдын ала ингредиенттерін барлығын дайындап, описание бөліміне жазып қоямын. Ең бірінші електен өткізілген ұнның үстіне шым-шым тұзбен қамыр қопсатқыш, яғни разрыхительді салып араластырып аламын. Содан кейін тоңазытқыштан жаңадан шыққан сары майды, яғни қатып тұрған сары майды үккіштен өткізіп аламын. Қолымызға жабыспас үшін ұнмен араластырып тұрамыз. Үстіне қант саламын, жұмыртқа салып, жақсылап қамырды илеймін. Қолымыздың жылулығымен жаңағы сары май еріп, бізде қамыр бір-бірімен бірге бастайды. Осылайша қамырды дайындап қоямын, жарты сағатқа демалдырып қоямын. Оған дейін біздің салатын салмамызды дайындаймын. Оған 3 қана ингредиент қажет: жұмыртқа, қант және 20%-дан жоғары кілегей, яғни қаймақ. Енді 4 жұмыртқаны жарып, дайын ыдысымызға саламын, үстіне қантты саламын, сосын жаңағы қаймақты саламын. Қаймақ міндетті түрде 20%-дан жоғары болу керек. Толықтай барлығын 30 секунд 1 минут аралығында ғана араластырамын. Қатты көп араластырудың қажеті жоқ, және де бұл жерде миксерді қолдануға болмайды. Тек венчикпен немесе жай ғана шанышқымен араластырсаңыздар да болады. Бізде бір келкі масса болса болды, одан қатты араластыруға болмайды. Енді дайын қамырды 2 бөлікке бөліп, бірінші бөлігінде астындағы формасын жасап аламын. Противеннің астын мен фольгамен немесе пергаментпен қолдансаңыздар болады. Мен де пергамент қағазын қолдандым. Осылайша дайын қамырды барлық жеріне жайып шығамын. Жайғаннан кейін үстінен басқылап шығамын. Сосын шет жақтарындағы бортиктарын дайындайтын боламын. Қамырдың шет жақтарынан үзіп алып, осылайша бір-біріне біріктіретін боламыз. Енді шет жақтарын барлығын тегістеп шығамыз. Ол жай ғана әсемдік үшін, яғни бізде піскен кезде барлық жағы бірдей болып тұратындай. Енді жаңағы біздің сұйықтық массамызды құямыз. Барлығын құйып, пешке беті қызарып көтерілгенше жіберемін. 190 градуста 35-40 минут аралығында пісіріп аламыз. Пісу барысында бізде масса бірінші көтеріліп, содан кейін барып суыған кезде ол түседі. Ол қалыпты жағдай. Және де формадан шешпес бұрын толықтай суытып алғандарыңыз жөн. Суымай жатып формадан босатпаңыздар. Әдеттегідей рецепттің барлық грамм мөлшерлерін описание бөліміне жазып қоятын боламын. Сол жерден қарап өздеріңізге жазып алсаңыздар да болады. Осымен біздің сметанник пирогымыз дайын болды. Өте дәмді болып шыққан. Және де эксперимент ретінде ішіне неше түрлі жеміс-жидектер, малина, ежевика, клубника салсаңыздар да болады. Осымен біздің пирогымыз дайын болды. Сіздермен болған Гүлназ. Барлықтарыңызға рахмет. Менің каналыма жазылып, лайк басып, комментарий жазып қойыңыздар. Сонда сіздерге келесі видео шыққан кезде бірден хабарлама келетін болады. Назарларыңызға рахмет. Келесі видеода кездескенше.